Жаздың ыстық күндерінде салқын көксиға не жетсін. Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен бірге көкси тағамын жасаймыз. Рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен қайнап суыған суымызға тұз, шекер, сұйық соя, уксус қосып жақсылап араластырамыз. Балғын қиярымызды майдалап турап, немесе мен сияқты теркадан өткізсеңіздер де болады. Чеснокты да осылай теркадан өткізіп қосамыз. Көксейіміз суы дайын. Қалауларыңызға қарай балғын укропты майдалап турап қосуларыңызға болады. Көксей тағамының барлық құпиясы ол суында. Егер мына мен қосқан заттарды мөлшерінде қосатын болсаңыз, суын ішіп көргеніңізде тамағыңызды кішкене ашытып өту керек. Етімізді осылай жұқа етіп, ал қырыққабатымызды ұзынша жіңішке етіп тураймыз. Туралған қырыққабатымызға тұз, май құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып алып қоямыз. Енді қызыған табамызда етті қуырып аламыз. Егер ет жаңа ет болса, кішкене су құйып, дем жегізу қажет болады. Етке дәміне қарай тұз қосып, бетін жауып қоямыз. Енді жұмыртқаны шағып, тұз қосып, жақсылап араластырып, қызған табамызда жұқа етіп құймақ сияқты қуырып аламыз. Жұмыртқаны қуырғанда көп май құюдың қажеті жоқ. Әйтпесе майлы болып кетеді. Піскен жұмыртқаны енді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да ұзынша етіп тураймыз. Негізі көксейдің қамыры барлық дүкендерден де табыла бермейді. Сондықтан ең жіңішке деген лапшаларды істетуге де болады. Мен көксейдің қамырын қайнаған суға пісіріп алдым. Сіздер мұздай суға салып қоюларыңызға да болады. Мұздай суда 1,5-2 сағатта толық жұмсайды. Мен көксейдің өзінің арнайы қамырын істеттім. Қайнап тұрған суға 15 минутке салып алдым. Көксейіміз дайын. Енді барлық заттарын салып, салқын суын құйып, дастарханға ұсына берсек болады. Көксейдің піскен қамыры кішкене тұратын болса, сақтайтын болсаңыз, міндетті түрде сұйық май құйып, майлап қойыңыз. Сонда бір-біріне жабысып қалмайды. Рецепті сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз. Лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Қаламқас ас болсын.